27 наурыз күні Қызылорда облысының Жалағаш ауданы маңында Ми-8 тікұшағы құлап, 13 әскери қызметшінің өмірін қиды. Қаралы хабар күллі қазақ халқының қабырғасын қайыстырды. Қаза тапқандардың арасында бас қазақстандық Сырым Мәсәлім де бар еді. 30 жасқа қараған шағында құйрықты жұлдыздай жарқ еткен боздақты демалыс күні жайық жұрты ақтық сапарға шығарып салды. Қаралы жиында облыс әкімі Алтай Көлгінов, Қазақстан Республикасы қорғаныс күштері бас штабы бастығының орынбасары вице-адмирал Жандарбек Жанұзақов көпшілік атынан марқұмның отбасына қайғыра көңіл айтты. Өткен аптада Қызылорда облысының Жалағаш ауданы маңында тікұшақ құлап жанып кетті. Ақтау қаласынан Шымкентке бағыт алған әскери техникада болған 13 сарбаз түгел қаза тапты. Бұл күллі қазақ жұрты үшін ортақ қайғы. Қызмет бабында қаза тапқан батыс қазақстандық капитанның денесі сенбі күні туған жеріне әкелінді. Не просто военнослужащим вооруженных сил. Олар қарулы күштер қатарындағы әскери қызметші ғана емес, елінің нағыз патриоты болды. Қасиетті мекенде дүниеге келген батырды елі ешқашан ұмытпайды деп сенемін. Осындай ұл тәрбиелеп өсірген әкесіне Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің атынан алғыс айтып, қайғырып көңіл айтамыз. Қорғаныс министрлігінің өкілі әскери борышына адал болған батырдың отбасына психологиялық әлеуметтік көмек көрсетілетінін жеткізді. Ақтық сапарға шығарып салу рәсімі Сартау шағын ауданындағы 50-ші мектепте өтті. Қайғырып, қара жамылған әулетке көңіл білдіруге халық көп жиналды. Қыршын кеткен жастың жарқын бейнесін 1 минут үнсіздікпен еске алды. Қаралы жиында облыс әкімі Алтай Көлгінов көпшілік атынан марқұмның отбасына көңіл айтты. Осы қаза бүкіл қазақ жұртын қара жамылдырды. Оның арасында біздің Сырым бауырымыз болғаны бүкіл ағза жұртын қабырғасын қайыстырды. Әрине бұл орын толтырмас қаза. Отан алдында өз борышын атқарып, елге қызмет атқарды. Осындай азаматты тәрбиелеген ата-анасына басымызды иіп, шексіз ризашылығымызды білдіреміз. Алғыс айтамыз. Жиналған ел жұрттың алдына шығып сөз саптау оңай болмаса да, ұлын ақтық сапарға шығарып салған Сырымның әкесі көпшілікке алғысын білдіргенде көзіне жас алмаған жан қалмады. Қош бол балам. Жатқан жерің сауқа болсын. Сырым ауданының Аралтөбе ауылында дүниеге келген Сырым Мәсәлім бала кезінен ұшқыш болуды армандаған. Ақтөбедегі Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштері институтын тәмамдап, Ақтаудағы әскери бөлімде қызмет еткен. Курстастарының ата-аналары Сырымның адамгершілік қасиеті, азаматтық ұстанымы жайлы естеліктермен бөлісті. Ақтөбеде бірге бітірді, күшті болып жүрді. Біздің баламыздай қазір бағдарды көріп тоже. Не айтамыз біз дегенді? Иманды болсын. Енді тумаларынан күш қуат берсін. Өмірге құштар сондай үнемі көңілді жүретін. Достармен сондай байланысы өте жақсы. Жан жақта болса да балдар негізі бір-бірімен өте тығыз қарым-қатынаста болды. Біз ата-аналарда осы барлығымыз бірге барып, бірге жүрдік. Сол балдар арқылы танысып, ата-аналар бәріміз институт бітіргенде де қуанып, осы отанға қызмет етеміз деп өздері таңдап барған балдар ғой. Суыт хабарды Сырымға Аралтөбе орта мектебінде 11 жыл бойы білім берген ұстаздары күйзеліспен қабылдады. Отан алдындағы борышын өтеу кезінде қаза тапқан сарбаздың есімі халық жадынан мәңгі өшпес анық. Сырымның мұғалімі болдым. Біздер көрші тұрдық, көзіміздің алдында көрінді. Біз соның бүкіл тойларын тойладық. Мектепке барған, мектеп бітірген, мектепте өте тәртіпті, жақсы оқыды бала. Сондай ешқандай тентектігі болған жоқ. Балдарымызбен бірге ойнап, бірге жүрді. Енді қайғыға ортақтасам. Сырым Мәлкейұлы орда бұзар 30 жасқа қараған шағында өмірден өтті. Оның артында ата-анасы, жары, 3 жасар ұлы, бауырлары қалды. Марқұмның отбасына материалдық көмек көрсетілмек. Гүлден Аюпова, Нұрлан Изеров, Қайырбек Ерболатұлы, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.